Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелері. Сабақтың мақсаты функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелерінің анықтамаларын және экстремумның бар болу шартын білу керек. Функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелерінің анықтамаларын және экстремум бар болу шартын тұжырымдайды. Функцияның кризистік нүктелері мен экстремум нүктелерінің анықтамаларын және экстремумның бар болу шартын теңдеуін құрып есептер шығарады. Енді балалар, мына жерде өткен тақырып бойынша формулалар беріп тұр. Ең бірінші топ сол жақтағы формуланы, екінші топ оң жақтағы формулалардың нәтижесін жазамыз. Ал бастаймыз балалар, кәнеки. Өткен тақырып бойынша балалар жаңа туындыларды қайталау формуласы бойынша екі топқа тапсырма берілді ғой. Енді екі топ бір-бірімен алмастырамыз. Топ жетекшілері тексереміз. Балалар, енді келесі тапсырма тест жұмысы. Кім жылдамырақ? Бастаймыз. Мына есепте біз кризистік және максимум минимум нүктелерін табуымыз керек. Оны табу үшін біз функцияның экстремум нүктелерін табу алгоритмі арқылы шешеміз. Яғни біріншісі функцияның туындысын табамыз. Екінші f'(x)тен 0 теңдеуіне шешеміз. Үшінші координата бойынша сандық нүктелердің таңбаларын анықтаймыз. Төртінші максимум және минимум нүктелерді табамыз. Балалар, келесі тапсырма екі топқа тапсырма беріліп отыр. Яғни функцияның кризистік нүктесі мен сандық. Олардың қайсы нүктелері максимум, минимум. Екі топ жеке-жеке тапсырманы орындаймыз. Мына есепте біз кризистік нүктелер мен экстрем нүктелерін табу қажет. Функцияның экстрем нүктелерін табу алгоритмі. Ең біріншісі функцияның туындысын табамыз. Екіншісі функцияның сандық нүктелерін табамыз, яғни f'(x)тен 0 теңдеуін шешеміз. Үшіншісі туындының f'(x)тің таңбасын анықтаймыз. Төртіншісі максимум минимум нүктелерін табамыз. Ең бірінші біз мына есепте туындысын табамыз. Екіншісі f'(x)тен 0 теңдеуін шешеміз. Үшіншісі интервалдар әдісімен таңбасын анықтаймыз. Төртіншісі максимум минимум таңбасының нүктелерін анықтаймыз. Ферма француз математигі және юристі, өз заманының ірі математиктерінің бірі. Ферма сандар теориясының саласындағы көрнекті жұмыстар істеді. Аналитикалық геометрияны құрып, сол арқылы аса үлкен нәтижелерге қол жеткізген. Оқушылар, француз математикі Ферма Пьер туралы ақпарат қандай еңбегі бар екен, осы математикаға қосқан үлесі туралы. Кәне, балалар, кім айтады? 1629 жылы Пьер Ферма көп мүшелердің экстремумын табу ережелерін ұсынды. Айта кететін елеулі нәрсе, осы ережелерді қорытындылай отырып, Пьер Ферма максимум мен минимумның қарапайым дифференциялық шартын біле отырып, қауыртқы ұсынды. Ферма аналитикалық геометрияның құрушылардың бірі, және ол оптикамен де айналысқан. Қазіргі таңда физикада қолданылып жүрген Ферма принципі барлығына мәлім. Балалар, функцияның кризистік нүктелері мен максимум минимум нүктелеріне өмірмен байланыстыруға бола ма? Кәне, қайсың айтасыңдар? Экстремум және минимум максимум функцияларын өмірмен байланыстыруға болады. Оған ауа райының жоғарылауы және төмендеуін жатқызуға болады. Функцияның экстремум нүктелеріне өмірмен байланыстыруға болады, және оған біз ауа райы графигін алсақ болады. Мысалда, Джейрен Кинтінің 19 ақпан және 25 ақпан аралығындағы ауа райын алайық. Онда мысалда 9 ақпан күні бізде максимум 30 градус болады. Ал 21 ақпан күні минимум 19 градус болады. Балалар, күнделіктеріңді алыңдар, үй жұмысын алыңдар. Үйге тапсырма 20-6, 104 беттегі тақырып. Сау болыңдар.